Ronaldo. Жоқ, Бразилия. Месси. Рим. Шумекен Нәжмеденов деген бар походу, да? Енді үш бұрышын жүзін көріп отырсыз еді. Көріп отырса да айтамын, бөл апай. Кетті. Бәріне жауап беріп отырсыздар ғой сіздер. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Қалайсыздар? Мен атым Сұлтан, және де біз бүгін мектеп сұрақтар рубрикасына ораламыз. И бүгін 25 май, как раз тему. И бастаймыз. Атыңызды және мектепті бітіргеніңізге қанша жыл болғанын айтып кетсеңіз. Есімім Айбану, мектеп бітіргеніме уже 2 жылдан асып жатыр. Аттарыңызды и примерно енді қай класстарға келгеніңізді айтып жіберіңіздер. Әйгерім 9. Еркежан 9. Сара 8. Гүлжан 9. Ақбота 9. Бейбарыс 9. Атым Нұржан, мектеп бітіруіме 21 жыл болды. Есімім Еркежан болады. 9-шы сыныптан колледжге түскенмін. Енді бірінші курс. Несібелі. Былтыр 2020-да бітірдік. Нұрдәулет, 2003-пін. То есть бір жыл, ә? Иә, бір жыл. Мен есімім Мағжанат. Мектеп бітіргеніме 4 жыл болды. 2017-де бітірген. Мен есім Жанерке. 5 жыл болды. Бітіргеніңізге қанша жыл болғанын айтсаңыз. 1 жыл енді. Лазиза. Керемет аты. Бірінші сұрақ қараңыз. Екінші дүниежүзілік соғыстың басталған жылы. Екінші дүниежүзілік соғыс. 41. 41 ғой. 1940-1945. 1941. Жоқ. Айта берсеңізші. 1930. 41-де басталды? 41-де Ұлы Отан соғысы басталды. 32. Ұмытып тұрмын. Нет, болды. Мен Ұлы Отан соғысын жайлы айтып кеттім. Сізге 1914. Жоқ, ол бірінші дүниежүзілік соғыс. Екінші дүниежүзілік соғыс, Ұлы Отан соғысы екеуі бірдей емес. Сатастырма. Үшінші дүниежүзілік соғыс басталмады мен білуімше. Құдай сақтасын. Так. 39 ба екен? Иә, дұрыс, 39 жыл. Қанша? 1939. 35. 37. 39. 39 дұрыс. Жарайды, осыны еске алайық. 1939. Иә. Екінші дүниежүзілік соғыс қай жылы басталды? 1939 жыл. Дұрыс. Айттырмын. Жарайды, онда айта салайын. 1939 жылы басталған и 1945 жылы аяқталған. 1939 да басталған и 1945 жылы бітті. Ал сіз айтыңыз келген бағана 1941 мен 45 ол Ұлы Отан соғысы. Бразилия елінің астанасы. Рио-де-Жанейро. Географияны білесіз ғой, иә? Географияға. Да, ол пәнді білеміз ғой енді. Бразилия елінің астанасы. Бразилия. Ол оңтүстік Америкада орналасқан білем. И честно білмеймін. Рио-де-Жанейро. Не знаю. Географияға қатысты. Бразилия елінің бе? Бразилия? Иә, Бразилия. Рио-де-Жанейро. Почти жақын ойланып көріңіздер. Рональдо. Бразилия. Месси. Рим. Почти италияның. Каз. Сол елдің астанасы. Бразилия. Дұрыс, Бразилия. Бірінші адам дұрыс жауап берді. Красавчик. Бразилия. Нет. Рио-де-Жанейро. Жоқ, Бразилия. Бразилия. В смысле? Бразилия. Рио-де-Жанейро емес па? Рио-де-Жанейро типа как Алматы сияқты ғой. Иә. Бразилия. Дұрыс, Бразилия. Бразилия елінің астанасы, Бразилия. Бразилияның астанасы Бразилия. Дұрыс.
дұрыс. Бразилия емес, Бразилия елінің астанасы Бразилия. ұмытып тұрмын. Бразилия елінің астанасы Бразилия. білмеймін, Америкада орналасқан білемін. Бразилия елінің астанасы Бразилия. Ой. Айта салайын ба? Бразилияның астанасы Бразилия. Ой. Үш бұрыш бар. Бір қабырғасы, бір бұрышы 90 градусқа тең. Ол үш бұрыш қалай аталады? Так, 90 градус дейсің бе? тең қабырғалы үшбұрыш. Үш бұрыш, бір қабырғасы 90 градус. Қалай аталады? Төрт бұрыш. Қараңыз, үш бұрыштың бір қабырғасы 90 градус болады да? Ол қалай аталады? Сонда үш бұрыш қалай аталады? Үшбұрыштың бір қабырғасы 90 градус. Енді үш бұрыштың үш бұрышы бар дейсіз ба? Иә. Сол үш бұрышы, сол бір бұрышы 90 градус болады да? Сонда үш бұрыш қалай аталады? 90 градус. Доғал бұрышты үшбұрыш, оның бір бұрышы 60 градус, бір бұрышы 30 градус, бір бұрышы 90 градус болады. Бір бұрыш. Теорема былай айтылады. Бір бұрышы 90 градус болады. Сиыр бұрышты үшбұрыш. Не болып кетті? Мынаны айтпасам мен геометрия апаймен ұят қой. Ұмытып тұрмын. Апай қарамай тұрыңыз. Там тангенс форма. Солар соның ішіне кіреді ол үшін. Сол үш бұрыштың ішіне кіреді. Жоқ, тік бұрышты үш бұрыш. Тік бұрышты үш бұрыш. Да, соң айтқым келген еді. Иә, сатасы келеді болады енді андай. Жарайды. Тік бұрышты үш бұрыш. Математика. Біз болған кезде ол қандай үш бұрыш болады? Тік бұрышты үш бұрыш. Дұрыс, тік бұрышты үш бұрыш. Жарайды, сан тік бұрышты үш бұрыш. Иә. Прямоугольник. Дұрыс, прямоугольный треугольник. Қазақша тік бұрышты үш бұрыш. Тік бұрышты үшбұрыш. Дұрыс, тік бұрышты үш бұрыш. Тік бұрышты үш бұрыш. Тік бұрышты үш бұрыш. Біздің Қазақстан жердің көлемі бойынша қаншасыншы орында тұр? Так, Қазақстан ба? 9-шы орында тұр. Дұрыс. Молодец. Молодец, 9. 9-шы. Дұрыс, 9-шы орында құттықтаймын. Жер көлемі бойынша 9-шы орында дұрыс. Қой білгенім, дұрыс негізі сұрақ дұрыс. Жер көлемі бойынша қаншасыншы орында тұр? 9. Қай орында? 9-шы орында. Дұрыс. Кесеміз. 9-шы орында тұр. Қызық емес болып ма бізбен? Не деген? Кетті. Бәріне жауап беріп отырсыздар ғой сіздер. Қазақстан Республикасының елтаңба авторлары. Елтаңба Нұрсұлтан Назарбаев, потом Шамшық Қалдаяқов. Қазақстан Республикасының елтаңбасының Нұрсұлтан. Жоқ, ол әнұранның сөзінің авторы. Жұмекен Нәжімеде. Елтаңбаның авторы. Так. Шәмші, ол не, әнұран да олар? Елтаңбасының авторы. Елтаңба. Домал. Я, білем. Авторы. Наймердиев деген біреу бар еді ол. Бар болса білмеймін, бірақ бұған қатысы жоқ. Қуасадым сен. Еще Назарбаев. Суретші керек, иә, ол сөзін жазған. Сізге енді не керек қой, дизайнер, суретші, елтаңбаның авторлары. Блин. Нұрсұлтан Назарбаев емес пе? Жоқ, ол Гимн. Подсказка бола ма? Қандай подсказка берсем болады? Елтаңбаның подсказка. Жұмекен Нәжімеденов деген бар походу, да? Бақ, біреуінің аты Ж-дан басталады. Жұмекен Нәжімеденов. ОСП. Елтаңбаның авторы да. Ой. Кім еді? Мен есіміз. Қырқсандар ақойларым көрсеші. Жерге қараттың бар ба? Екіншісінің аты Ш-дан басталады. Жандарбек. Жандарбек. Екі адам, иә? Я, екі адам. Айтшы Айша дейсің. Екінші адам аты Ж-дан басталады. Мен кеше ғана оқыдым. Бағарып сөйлемеймін онда де. Шотаман Алиханов. Шотаман Уәлиханов.
дұрыс. Біріншісі Шотаман Уәлиханов, екіншісі Маликов. Жандарбек. Жандарбек, Жандарбек. По-моему. Шота Уәлиханов. Мәлібеков. Аха. Шота Уәлиханов. Шота Уәлиханов. Шотаман Уәлиханов. Шота. Шота па? Шотаман Уәлиханов. Шотаман Уәлиханов. Ну, дұрыс. Да? Жыдан келеді. Жыдан келеді. Жандарбек Мәлібеков. Жаттағаныз. Мектепте айтқан шығар. Жандарбек Мәлібеков. Жандарбек Мәлібеков және Шотаман Уәлиханов. Жарайды, айта салайын. Шотаман Уәлиханов және Жандарбек Мәлібеков. Шотаман Уәлиханов және Жандарбек Мәлібеков. Иә. Сол біліп тұрмын ғой, келтіре алмай тұрмын. Жандарбек Мәлібеков және Шотаман Уәлиханов. Болды, есте сақтаймын, рахмет. Шоқан емес пе? Жоқ. Надам. Ахмет Дұрыс, Ахмет. Абай ғынамайсыз? Иә, абай ғынамайсыз. Көсті кетті. Қайдан тауып алсың осы суреттерді? Ахмет Байтұрсын. Молодец. Ахмет Байтұрсын. Дұрыс, дұрыс. Ахмет Байтұрсынов. Ахмет Байтұрсынов. Дұрыс. Ахмет Байтұрсынов. Что біліп оқы? Ахмет Байтұрсынов. Бізде қараңдар, білесіңдер, иә? Химиялық периодтық кестесі бар, иә? Соның авторы. Химия мен апайларын қой болды, жалпы химиядан. 0 прям. Екеуізде. Нөл. Көріп ше деп. Жарайды да айтамын, 0 апай. Шынымды айтсам, химияны оқыған жоқ. 20 жыл өтіп кетті сенде сұрақта. Енді келесі сұраққа көшетін болсақ, химия болады дедім. Ой, химияда енді. Мен жалпы химия апаймен дос болдыңыз. Иә. Оны білетін шығарсыз, иә? Маған жазыншы элемент қанша десең, әзілдеймін. Да ладно. Химиялық элементтердің периодтық кестесінің авторы. Блин. Мен еще химиямен вообще жұмыс жасамайды, жұмысын сал. Оның авторын мен білетін ғой. Сұраған адам соның кестесі деп атайтын. Да. Басы басқаша. Негізі анау бар ғой, самый біреуді айтады ғой, мынаның кестесін оңай қара деп, мынаның кестесі ше деп, орысты айтады ғой. Иә, демірсін. Нандиевтің кестесі дейді ғой. Блин. Каленшиевтің кестесінен дегі андай деп. Менделеев? Самый қиын сұрақ деген. Айтады, Нандиевтің кестесінде жазылған ғой деп ше. Менделеев. Дұрыс, Менделеев. Молодец, соңғы сұраққа жауап беріңіз. Менделеев па? Иә, Менделеев. 110 элемент бар да. Оның авторы Көмет. Соңғы сұрақ. Периодтық кесте. Менделеевтің кестесі. Дұрыс? Ол ма? Иә? Автор кім деп сұрамақшы ма? Сәл хотя бы айтқызбадыңдар ма? Блин. Жарайды. Подсказка берейін. Менделеев. Дұрыс, жарайды, Менделеев. Болды, есіме түсті. Кім? Менделеев. Дұрыс, Менделеев. Химияда өзі периодтық жүйе бар, дұрыс па? Соның авторы кім? Менделеев. Так, бірінші сұрақ мынандай, Қазақстан, жалпы, Қазақстан деп болған. Активно Google сделано. Отвечает Google. Мұғалімсіз болашақ. Мұғалім? Қой, ей! Жарайды, мағыл, әзілдеймін, сәттілік жейді. Мен пазар болдым ба деп кет. Дұрыс, мектепте білуіңіз керек еді. Жарайды. Сіз дұрыс жауап бердіңіз. Супер сұрақ. Келесі сұрақ, қазір айтамын. Есім шыққытты. Камерамда. Егер бір приз беретін болсақ, точно банкрот боламыз ғой. Бізді жаттағанда. Сіздерге сәттілік тілеймін, жақсылық тілеймін. Алда үлкен жетістіктерге жете беріңіздер. Ау, мен. 10 болсын тек. Бақытты болыңдар. Ой, рахмет. Тек өсіп өркеп жүре беріңдер. Бүгінгі мейрамдарыңызбен 25 мамыр мектеп соңғы қоңырау күні. Бірінші сыныптар ең алғашқы қоңырауларына барып жатыр. Алғашқылардың бірі
ал бітіріп жатқандарға соңғылары болып жатыр. Да ладно. Жүздерінен күлкі кетпесін ешқашан. Осындай сендер сияқты балдар, молодежь өмір сүріп жатса, Қазақстан дами береді деген ойдамын. Сендерге сәттілік. Осындай сұрақтарды ұйымдастырып тұрмын негізінде. Осы түлектерге айтар тілегім, осы Алла қаласа ұбт-дан жақсы балалы, барлықтарыңыз қалаған мамандықтарыңызға түсіп, мамандық иесі бола беріңіздер. Вот, рахмет, естідіңдер ғой, а? Так что давайте. Мен ұбт тапсырайын деп жатқандарға только сәттілік тілеймін. 140 болмаса да соның арсы берісі балын жинай беріңдер. Сол. Ол самый главный осы сияқты негізі мектеп бітірушілерге, иә. Бәріңе сәттілік, короче, ұбт, анау бәрін тапсырып келдіңдер. Давай, жақсы.